Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен хит торттардың бірі Whoopie Pie тортының оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Ингредиенттердің өлшемдерін видео астына қалдыратын боламын. Алдымен 100 грамм сары май мен 200 грамм Қазақстан шоколадын су ваннасына ерітіп аламыз және суытып қоямыз. Бөлек ыдысқа 200 грамм ұн, 20 грамм какао, 10 грамм разрыхлительді араластырып, ситыдан өткіземіз. Міндетті түрде үшеуін араластырамыз. Мінекей біздің құрғақ ингредиенттер дайын. Енді су ваннасындағы шоколадымызды түсіреміз және аздап суытамыз. Енді бөлек ыдысқа біз 5 жұмыртқа мен 160 грамм қантымызды 3 есе масса көбейгенше араластыратын боламыз миксермен. Массамыз осылай көбейген соң суыған шоколадты жаймендеп осылай құйып тұрамыз. Барлығын құйып араластырамыз. Сонан соң құрғақ ингредиенттерді саламыз. 3 бөліп саламыз. Біздің массамыз өте сұйық, өте қою да болмайды, орташа масса болады. Сонан соң пешімізді қосамыз 180 градусқа және пергамент қағаздарымызды дайындаймыз. Біздің пергамент қағазымыз сапалы болу керек. Менде Фрекенбок пергамент қағазы. Мен қағазды осылай дайындап аламын. Немесе ондай қалып болмаса, ручкамен сызып алсаңыз да болады, дөңгелек тарелкамен. Дайындалған массамызды осындай 4 дөңгелекке жайып шығамыз. Бірдей 4 бөлікке бөлеміз. Барлық тестімізді құйып болған соң, алдын ала 180 градуста қыздырылған духовкада 7 минутқа пісіріп аламыз. Оны суытамыз міндетті түрде. Суыған соң осылай пергамент оңай алынады. Крем дайындау үшін маскарпоне мен қантты жақсылап араластырамыз. Сонан соң кілегейімізді құйып, крем массасы болғанша араластырамыз. Екеуі де міндетті түрде тоңазытқыштан алынған болуы керек. Енді суыған қожарымызды жинайтын боламыз. Қожарды міндетті түрде теріс бетін қаратып қоямыз. Менде шарик шығаратын насадка болмағандықтан осылайша жайып шықтым. Торт дайын болған соң кемінде 2 сағаттан кейін дастарханға қою керек. Онан көп тұрса тіптен жақсы. Біздің кремдеріміз тортқа сіңіп, 2 есеге дейін қождарымыз үлкейетін болады. Енді соңғы қожбен тортымыздың бетін жабатын боламыз. Сонан соң бетіндегі ганашты дайындаймыз шоколадты. Ол үшін 100 грамм сливки мен 100 грамм шоколад қажет. Менде сливки болмай қалғандықтан 100 грамм шоколад пен 50 грамм сары майды ертіп алдым. Тортымызды холодильниктен аламыз. Оның бетіне ганашымызды құйып, жайып шығамыз. Біздің ганашта ыстық болмау керек. Суығаннан кейін барып құямыз торттың бетіне. Осылайша жайып шығамыз. Торт дайын болған соң өзіңіздің қалаған жеміс-жидектеріңізбен торттың бетін әсемдеуіңізге болады. Осы оригинал рецепті Whoopie Pie'ді міндетті түрде жасап көріңіз. Өте оңай. Әрі дәмді болып шығады. Ас болсын. Көктемнің құлпырған шағындай арайлап атқан